أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ассаламу алейкум құрметті қазақ елі. Бүгін бізде Нұр Мүбарак YouTube арнасында керемет подкаст болғалы тұр. Бүгін бізде қонақта Нұр Мүбарак Египет Ислам мәдениеті университетінің түлегі Мұхтар ұстазымыз қонақта. Ұстаз, қош келдіңіз Нұрлы ордаға, студиямызға. Сағынышпен келген шығарсыз. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Барша көрермендерге, өздеріңізге де шақырғандарыңызға рахмет. Әлбетте біз де қуана келдік, қош көрдік. Алла тағала бүгінгі отырысымызға берекесін жаудырып, хайырлы да берекелі отырыс болып, халқымыз осы жерден бір рухани сусындап шығуын нәсіп етсін. Әмин, Алла қаласа. Ұстаз, жалпы сіздің бір желіде тарап кеткен видеоңыз бар. Жалпы біздің көшпенді кезінде ата-бабаларымыздың сол дінмен байланыстырып айтқансыз, көзіңіз жанып, сол бір қазақ көрермендеріне өте қатты өткен болатын. Бүгінгі тақырыбымызда осындай сол ата-бабаларымызбен дінді байланыстырып, бүгін бір сөз етсек. Бірінші сұрағым, ұстаз, осы біздің ата-бабаларымыз сол кезде көшпенді кезінде дінді қалай ұстанған? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ва саллаллаху аля сайидина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Аллахумма алимна ма янфауна ва анфa'на бима алламтана ва зидана илман ва амалан ва фихан фиддин я раббил аламин. Ва ба'д. Алла тағалаға сансыз мақтаулар болсын, осы күндерге жеткізгеніне, түндер ұйықтатып күндіз оятқанына, рызық несібесінен қалағанша ішкізіп, жегізіп, асыр салып әлі де осы әлемде өмір сүріп жатқанымызға Аллаға шүкіршілік етеміз. Алхамдулилля, біз қазақпыз, қазақ болғанымызға мақтанамыз. Қазақ болу деген бұл үлкен мәртебе. Мәртебемен қоса бұл үлкен аманат, жүк. Енді қазақ болды мекен деп іс бітпейді. Қазақтығыңды сен сөзіңмен және ісіңмен дәлелдеуің керек. Ата-бабамыздың діні қандай болды? Ата-бабамыз жалпы дін ұстанған ба? Деген сияқты сұрақтың өзі өрескелді. Ол бесенеден белгілі ғой. Ата-бабамыз ислам дінінде болған. Бұхар жырау атамыз өлеңін бастаған кезде бірінші тілек тілеңіз бір Аллаға жазбасқа дейді. Бір Аллаға жазбасқа деген сөз бір Алланың алдында жазықты болып қалмасқа деген сөз, күнәға батып қалмасқа деген сөз. Бесінші тілек тілеңіз, 5 уақытта 5 намаз, біреуі қаза қалмасқа дейді. Исламның 5 парызы болса, соның негізгілерінің бірі бұл намаз. Абай атамыз Алланың өзі де рас, сөз де рас, рас сөз ешқашанда жалған болмас дейді. Алланы тілге тиек етіп отыр Абай атамыз. Мұқағали атамыз айтады, бәрі рас айтқанның аға Алламның дейді. Құм менен топырақтан мен жаралғанмын дейді. Алланың құлымы мен мұсылманмын, бойымда түйір жоқ арам қанның, ақиқаттың мен аңсаймын ағарманын дейді. Мұқағали атамыз да Алланы бекітіп отыр. Бір Аллаға сыйынып, келіп Аллалар оқылық деп, Абырай атамыз Алланы бекітіп отыр. Жалпы ата-бабамыз туралы айтқан кезде біздің қазақтың тарихына біз көз жүгіртуіміз керек. Осы орайда бір ерекше бір оқиға айтып бергім келіп отыр сіздерге. 1700 жылдары болған оқиға. Біздің еліміздің шығысында Семей өлкесінде Аягөз деген жер бар. Аягөз деген жердің ар жағында 60 шақырым жерде Сарыарқа деген елді мекен бар. Сол жерді бұрындары Бесимас деп атаған. Бесимас. Бесимас деген жылқысы көп, биесі көп жер деген сөз ғой. Ол жерде біздің қазақтың мақтанышы Найманның ішінде Сыбан руынан тарайтын Байғара деген би өмір сүрген. 1700 жылдар, 1700 жылдардың ортасында. Байғара би атамыздың Ақтайлақ деген би баласы болған. Өзінен кейін сол билікті қолына алып қалған кісі. Ал енді осы Байғара би атамыздың өзі әулие, ақын, төкпе ақын болған. Сол кісінің діндар болған.
7 жыл Меккеде ілім алған. Сол кісі туралы өзінің замандастары айтады. Байғара атаң бай болды, 4 түлік малы сай болды дейді. Қайыры елге мол болды, анық әділ сол болды дейді. Бай болды дейді, байғара. Қайыры елге мол болды дейді. Осы қайырлы бай және қайырсыз бай деген бізде қазақта осыдан түсінік қала береді. Ақтанберді жырау айтады ғой. Қайырлы болса баяжан, айдын шалқар көлмен тең дейді. Қайырсыз болса жаман бай, тартылып қалған шөлмен тең дейді. Ол судың, өзеннің, көлдің, теңіздің тартылып қалғаннан кейін кімге пайдасы бар? Не жануарға пайдасы жоқ, не адамға пайдасы жоқ. Қандай тіршілік атаулы болса да оған пайдасы жоқ. Бірақ айдын шалқар көлмен тең байларда болған бізде қазақта. Айдын шалқар көлмен тең байлар, олар өзінен бөлек ел жұртына да пайдасын тигізіп отырған. Байлығын тек қана менікі деп ұстап отырмаған. Бұл байлық менікі емес, бұл байлық Алланыкі. Алланың аманатын алдым қолыма, Алланың аманатын 60-70 жылдың ішінде тапсырып кетуім керек деп түсінетін болған. Адам ғапыл, дүние дер менікі дейді. Абай айтамыз, ғапылсың сен. Сен менікі деп тұрған нәрсе, менікі деп тұрғанның бәрі оныкі дейді. Алланы айтып тұр ғой. Құранда Алла тағала айтады, «Құл иллахума маликал мулк» дейді. Айт оларға, Алла тағаланыкі бәрі, мүліктің бәрі дейді. «Ту'тил мулка мән таша», қалағанын Алла тағала бере береді дейді. «Ва таңзиул мулка мимман таша», таңзиул мулка мимман таша деген қаласа жұлып алады қалағаннан дейді. Миллиардер болып тұрып, сенен Алла тағала миллиардыңды алып қоя салады. «Ва тузиллу мән таша, ва туиззу мән таша, ва тузиллу мән таша» дейді. Қалаған дәрежесін көтеріп қояды, қалаған адамның дәрежесін төмендетіп жібереді. Сенің дәрежеңді Алла көтерем десе, сенің дәрежеңді ешкім түсіре алмайды. Сенің дәрежеңді Алла тағала төмендетіп жіберсе, қаншама адамзат қосылам десе де, көтерем десе де көтере алмайды. Енді сол байлықты Алла тағала беріп жатыр ғой. Сол байлықты бай деп, байлық Алланыкі деп мойындап, соны не істейтін болған? Алланың жолында сарп ететін болған. Қайырлы бай. Қайырлы бай деген сол. Қайырлы болса баяжан, айдын шалқар көлмен тең дейді, шіркін ай дейді. Бұл деген керемет қой дейді. Және де сол байлар өздері сарп еткен кезде ләззат алып отыратын болған. Басқа бір данышпандардың сөзінде айтады. Бай садақа қылып, қайыр қылып жұмсаған кезде шіркіннің жаны қуанады ғой дейді. Жаны рахаттанады дейді. Өйткені жаны оның, тірі жаны, біліп тұр ғой ертең Алланың алдына барғанда бәйге алатын дейді. Сауап алатын дейді. Сонда мына байлықты адамдар өздері білет. Жұмсаған кезде жаны рахаттанады кәдімгідей. Берген істі бергісі кеп тұрады. Одан кейін мынандай бір қағида бар қазақта. Сен берсең, саған Алла тағала бере береді дегенше. Кең болсаң, кем болмайсың деп ата бабамыз айта салады. Сонда кең болған біздің ата бабаларымыз. Сонда сол Байғара би атамыздан сондай сөз қалған. Ал Байғара би атамыздың Ақтайлақ деген баласы 1800 жылдардың түлегі өмір сүрген кісі 8 жасынан бастап намаз оқыған дейді. Аякөз деген жер 9 жолдың торабы. Стратегиялық өте маңызды жер. Жолдардың барлығы сол жермен түйіседі. Оны білген Ақпатшаның адамдары генерал-майор Вишневский деген кісі майор Нюхалов деген адамды сол жерде Сергиополь деген жер болған. Сол жерге әкеп басшы қылып отырыс қояды. Майор Нюхалов келетте халықтан былай деп сұрайды ғой. Бұл жердің халқы кімнің аузына қарап отыр дейді. Кім бұл жерде басшы дейді. Ақтайлақ деген би атамыз 90-ға келіп қалған ақсақалымыз біздің басшымыз дейді. Қайда ол дейді. 60 шақырым жерде Бесимас деген ауылда отыр дейді. Онда ол кісіні алдыртайық. Мен ол кісінің алдынан өтейін, жағымпазданып, одан кейін халықты соның қолымен мен басқарып отырам дейді. Сөйтіп, Ақтайлақ би атамыз Башар деген татар молдасы болады қасында. Сол молданы алып, Аягөзге 60 шақырым жерге келеді. Келген кезде майор Нюхалов сол уақытқа дейін қамал салып үлгеріп қояды. Қамалдың жанында тағы бір ғимарат салады, ол туралы мен қазір айтам қандай ғимарат екен. Ақтайлақ би атамызды ғимараттың ішімен, жаңағы жатақханалармен, зеңбірек қоятын орындармен, қамалдың құрылысымен таныстырып жүреді. Таныстырып жүрген кезде
бір сәтте аспан жерді үлкен дабыр дауыс көтеріп алып кетеді ғой. Сол кезде Ақтайлақ би атамыз 90 жыл өмір сүрсе де қазақтың даласында бұндай дауыс естіп көрмеген. Сол кезде шошып кетеді. Сол кезде айтады ғой Башарға: "Ей Башар" дейді, молда ғой. "Ей Башар" дейді, "Исрафил сүріліп жүрді ма не дейді. Қиямет басталып кетті ма деген ғой." Анандай дауысты естімеген қазақтың даласында ондай. Сол кезде Башар молда айтады: "Жоқ" дейді, "Биеке, сіз қателесесіз" дейді, "Ана жаққа қараңыз" дейді. Сөйтсе үлкен ірі сақалды рясасын киіп алған орыстың бір жігіті қоңырауды арды арғап, берді арғап шіркеуге адамдарды шақырып отыр екен. Аягөздің даласына кәдімгі шіркеу салып тастаған екен да, 1700 жылдардың соңында. Сөйтіп қазақтың балаларын шоқындырып жатады. Соны көрген кезде Ақтайлақ би атамыз жүрегі қансырап, ауылына қайтқанша Алла тағалаға дұға жасап барады ғой. Келесі күні таңертең Түркістаннан Шахи Ахмет деген қожа келеді ғой кісіге қонаққа. Шахи Ахмет деген қожа қонаққа келіп, амандасып, "Мен Байғара биді іздеп жүредім" дейді. "Байғара би менің әкем болған, ол кісі Алла тағалаға қайтып кетті, дүние салды. Мен ол кісінің аманатын мойныма алайын, қандай бұйымтайыңыз бар, маған айтыңыз" дейді ғой. "Менің әкем мен сіздің әкеңіз Байғара дос болған. 7 жыл бойы Мекке шаһарында тәлім тәрбие алып дін оққан екен. Сол кезден бері дос болған, әкем төсек тартып жатқанда бір аманат тастап кетті маған" деген. "Қандай аманат" деген кезде "Ассаламу алейкум" деген сөзді жеткізіп барарсың деп айтты дейді досыма. "Болды, осы аманат" деп айтты. "Соны қабыл алыңыз, ассаламу алейкум" деген кезде "Ва алейкумуссалам, келіңіз, бізде дәстүр бар. Қонақ келгеннен кейін 3 күнсіз қайтпайды. 3 күн қонақ боласыз" дейді. Сөйтіп қонақ қылады да, бірақ Ақтайлақтың жадында бір ой қалып тұр. Ол да болса мына кісіні алып қалу. Өйткені қожа деген кім? Қожа деген дін таратушы. Ал енді мынау идеологиялық соғыс. Шіркеу салып тастады. Бұл жерге мешіт салу керек, азан қою керек, медресе салу керек, бала оқыту керек. Сол үшін ана кісінің асты үстіне түседі. 3-ші күні қолқа салады. "Хазірет" дейді, "Сізге бір өтініш" дейді. "Басымызға үлкен сынақ кеп тұр" дейді. "Ақпатшаның адамдары қазақ мұсылмандарымызды шоқындырып жатыр. Сіз қалыңыз, мен бүкіл ақшаны көтерейін, медресе салайық, мешіт салайық, балаларды оқытайық" дейді ғой. Сол кезде тұрып Шахи Ахмет айтады: "Ойпырмай, мен қала алмаймын ғой. Менің ана Түркістанда 200 адам, 30 семья туыстарым бар. Бәрі қожа кілең, сейіт қожалар. Мен соларға қайтуым керек, мен үлкенімін ғой" дейді. "Бірақ" дейді, "мына Сарыбай деген балаңызды менімен бірге жіберсеңіз, мен бір 4-5 семья қари, хафиз, ғалымдардан, бауырларымнан, балаларымнан жіберейін" дейді ғой. 4-5 семья. "Жақсы онда" дейді. Тоқа терісі кейін қоқандармен соғыс басталып кетіп, 200 адам қашып шығуға мәжбүр болады да, Шахи Ахмет бүкіл семьясын алып Аягөзге қарай жол тартады ғой. Түркістаннан 2 ай жүріп келеді екен сонда. 2 ай жол жүріп келеді екен сонда. Сөйткен кезде Аягөз өзенінің бойына Ақтайлақ би атамыз 30 қазақтың ақ киіз үйін тігіп қояды ғой. Ол кездегі ақ киіз үй дегеніміз бұл қазіргі байлардың тұратын үйлер ғой. Пентхаус деп қоя ма? Сондай ғой. Сондай жерлерді салып қойғаннан кейін әрқайсының қасына бір қазық 4 түлік малды байлайды. Қасына бір жас жігітпен бір келінді қызметке қойып қояды да 30 семьяны күтеді ғой Ақтайлақ атамыз. Ақтайлақ би атамыз келіп сол жерге күтіп тұрған кезде Шахи Ахмет қожа алдына келеді, айтады: "Биеке" дейді, "мынауыңыз артық" дейді. "Біз" дейді, "пайғамбардың ұрпағы, тек қана дін тарату үшін жүрміз. Біз мына жерде қара су мен қара нанға ризамыз. Бізге өзіміздің миссиямызды ғана берсеңіздер болды. Біз адамдарға ақиретті үйрету үшін келген адамдармыз" дейді. Сол кезде тұрады дейді: "Хазірет, мен оның бәрін түсінемін" дейді. "Бірақ сіздер бізге ақиретімізді үйретіңіздер. Біз сіздердің дүниелеріңізді өзіміз жасайық" дейді. Сөйтіп Ақтайлақ би атамыз, Найманның ішінде Сыбан бабамыз 30 семья, 200 адам қожаны алдыртып, сол қожалардың жағдайын жасап, сол жерге мешіт салып, медресе салып, ұлан ғасыр той жасайды. Ар жақтан Өскенбай ұлы, Құнанбай аталарымыз келіп, аға сұлтандар келіп, әрбір өзінің ауылына 2-2 семьядан, 3 семьядан қожаларды алып кетіп, сол кезден бері Семей өлкесінде 10 медресе қалыптасқан.
Қазақстанда 10 медресе бар ма қазір? Ол кезде Семейдің жалғыз өзінде ғана 10 медресе болған. Осыдан кейін енді біздің ата бабамыз дін ұстанды деген сұрақ орынды ма, орынсыз ба өзі? Сондықтан да біз тарихты білуіміз керек. Қазір ата бабамыз мұсылман болмады деп біреу айтса, оған мен Абайдың сөзімен жауап беремін. Ақсақал айтты, бай айтты, кім болса мейлі сол ақсақал айтты, бай айтты, кім болса мейлі сол айтты. Ақыл сенбеңіз, бір іске келсеңіз дейді. Кім болса ол айта берсін. Бірақ тарих тұр ғой, кітаптар тұр ғой, ғалым ғұламалар бар ғой. Соның барлығын қазір не істеу керек? Ақтарып, көкке, халықтың алдына шығару керек. Тарихын білмеген адам, әдебиетін білмеген адам, дінін білмеген адам сауатсыз, қараңғы халде қалады. Сондықтан да мен білмеген нәрсенің барлығы жоқ деген нәрсе тағы да жоқ. Сондықтан да барлығымыз бәрін білуіміз мүмкін емес. Иншалла оқысын, халқымыз тоқысын. Қазақ тілінде ғой бәрі. Қарасын, оқысын, зерттесін, сонымен ата бабамыздың тарихымен мақтансын. Сол жаңа айтып отырсыз, керемет айттыңыз, ата бабаларымыз дінді қалай жайған, қалай ұстанған. Енді білеміз, сол кезде енді бір ата бабаларымыздың бір даналығымен, көрегенділігімен сол бір саяси қысым болды ғой енді. Солардың кесірінен бір кейбір жаңағы діни ғұрыптарды біздің салтымызға енгізіп жіберді. Көп оны айта берсек қазір. Мысалға жеті шелпекті айтсақ, ол бір жетім жесірге тарататын садақа ретінде беріледі екен. Негізгі асыл сондай ғой, дұрыс. Және осыдан басқа бір ислам дінінің иісі шығатын қандай бір салт дәстүріміз білесіз? Енді салт дәстүр деген кезде бізде мына ғұрф деген дінімізде үкім шығарудың бір тетігі ретінде қолданатын, үкім беретін бір жүйе бар. Ғұрф дейді. Мысалға үшін жаңағы ала жіптен аттамау деген сияқты. Мысалы, ала жіптен аттамау. Жаңағы қонақты 3 күн қонақ қылып күту, қонақ жайлылық деген сияқты. Енді осын сияқты айта беретін болсаңыз, енді біздің жалпы дәстүріміз, ғұрпымыз кәдімгі дінмен ұштасып біте қайнасып кеткен да. Ол жерде енді ғұрфта кәдімгі діннің иісі мүңкіп тұр ғой, былайша айтқанда. Былайынша айтқанда да сіз өте көп ол негізі. Тамаққа жиналған кезде де оң қолмен жеу, үйдегі үлкен кісілерімізді күту, тамақтан кейін ас қайтару деп айтады, бата беру деп айтады. Бұның барлығы дінмен ұстасып жатқан. Үлкенді құрметтеу, кішіге ізет көрсету, ағасы бардың жағасы бар, інісі бардың тынысы бар дейді. 4-еу түгел болса төбеде келеді дейді. 6-ау ала болса аузағы кетеді дейді. 4-еу түгел болса төбеде келеді деген сөз. бұл төбеден не келеді? Төбеден жаңбыр жауады. Жаңбыр жерге түседі, өнім береді. Берекені біз жерден аламыз. Жерге себебіміз жерден өндіріп аламыз. Нанымыз да сол жерде. Әртүрлі дәнді дақылдарымыз да сол жерде. Ас ауқатымыздың бәрі сол жерде. 4-еу түгел болса төбеде келеді. 6-ау ала болса сол жаңағы жерден алып жейін деп отырған, аузымызға түсейін деп отырған берекенің өзі де жаңағы азықтың өзі де берекесі кетеді деп отырды. Сондықтан да бұл қазір теріп айта беретін болсаң өте көп. Өте көп. Көрермендер түсінбей қалуы мүмкін, ұстаз, яғни бұнымен не айтқыларыңыз келеді деп. Біз бұл жерден яғни қазақтың салт дәстүрі түбегейлі жоқ деп жатқан жоқпыз. Сол бір ата бабаларымыздың көрегенділігін айтқымыз келеді. Сол кездегі бізді, яғни ұрпағын ойлап, дінсіз қалмасын деп, дін мен салт дәстүрді бірігіп, бізге осы күнге дейін жеткізген сол ата бабаларымызға мың алғыс айтқымыз келеді. Алла олардан разы болсын. Жалпы айтқымыз келетін нәрсе осы түбінде. Ұстаз, енді келесі сұрақ, қазіргі таңда бір өте өрескел бір термин шықты, араб құлдар деген. Осы термин не себепті шықты? Қалай ойлайсыз? Бұның шығу себебі неде? Бұл жаңағыдай ғой.
Абай атамыздың тілімен айтқанда, төңкеріліп құбылған жұрт бір сағым, шыңға шыдап қоса алмассың ынтымағын, жұрттың аузын күзетсең күн көрмессің, өзіңді өзің күзет кел шырағым дейді. Енді жұрттың аузын күзете берсеңіз, кім не демейді, ит не жемейді дегендей, ол жерде айтылып жатқан сөз көп қой қазір қоғамда. Мен өз басым бұндай сөздерге көп мән бермеймін. Өйткені араб құл деген терминді мен қанша кітаптар оқыдық, қанша ұстаздардың алдында отырдық, бір байқамаппын мен. Ондай термин жоқ жалпы. Алланың құлы деген термин бар шығар. Дүниенің құлы деген термин бар шығар. Бірақ арабтың құлы деген ондай термин жоқ. Неге дейсіз ба? Енді былай айтуы мүмкін ғой. Құран арабша, пайғамбар арабтан шықты. Діннің жалпы классикасы бұл араб тілімен байланысты ғой. Соған кішкене сілтеме жасап айтып жүрген шығар деймін. Бірақ мен бұған жауап бере салайын бірден. Алла тағаланың өзі де рас, сөзі де рас дейді ғой. Рас сөз ешқашанда жалған болмас. Енді бұл отырысымызда Алланың сөзін айтпасақ тағы да болмайды. Берекесін кіргізетін Алланың сөзі ғой негізі. Сонда Алла тағала айтады ғой: «Я юханнас» дейді. Ей адамдар, «Инна халақнакум мин закари ва унса ва жаалнакум шууба ва қабайла литаарафу» дейді. Ей адамдар дейді, ей мұсылмандар, ей мүміндер демейді, бүкіл адамды қозғап отыр Алла тағала. Сендерді бір атадан және де бір анадан жаратпадық па дейді. Сендерді ұлттарға, ұлыстарға, тайпаларға бөліп тастамадық па дейді. Не үшін бөліп тастадың деген кезде, сендер бір-бірлерімен араласып, құраласып, мәз-майрам болып сыйласып өмір сүрулерің үшін дейді. Алла тағала айтып жатқан жоқ арабтың діні бұл деп. Алла тағала айтып отыр бүкіл адамзатқа деп отыр. Бүкіл адамзаттың игілігіне беріліп отыр бұл дін. Ал бұл дінді ұстанатын адамдарды араб құл деп айтуға мүлдем ұят болады. Олай болмайды. Ал енді жаңағыдай ғой, ақсақал айтты, бай айтты, кім болса мейлі сол айтты, ақыл сенбей сенбеңіз, бір іске келсеңіз дедік қой. Ақылға салу керек. Ал енді жаңағы Мұқағали атамыздың да сөзінде айтып отыр ғой, жаңағы Алланың құлымын мен мұсылманмын дейді. Бойымда түйірі жоқ қой арам қанның дейді. Ақиқаттың аңсаймын ағарманы дейді. Енді бұл құл деген кезде Алла тағалаға құл болу өте үлкен бір мәртебе негізі. Аллаға құл болу бұл арабқа құл болу емес. Оны да ажыратып алу керек. Аллаға құл болу деген бұл үлкен мәртебе. Оны бір бауырымыздың Сырма Өзхан деген бауырымыздың бір жақсы өлеңін оқып қалдым ғой. Сол жерде айтады ғой: Құдайға құл бол десем, білсеш бағасын дейді. Мен оны көрмегем деп бұлданасың дейді. Көрмей тұрған Құдайға бүгін құл болмасаң, көрінгеннің алдында құл боласың дейді. Ақшаның алдында құл боласың, нәпсіңнің құлы боласың, ұйқының құлы боласың, әйелдің құлы боласың. Тек қана Алланың құлы болмайсың да. Бірақ Алланың құлы болу деген мәртебе. Мен өз басым Алла тағаланың алдында осылай ғибадатымды, құлшылығымды жасап жүргеніме қуанамды. Ақылды адамға ғибадат парыз дейді. Ақылды адамға иман парыз дейді. Ал иманды адамға құлшылық парыз дейді. Енді сонда сіз Абай атамызға сен құл болдың, Аллаға құл болдың, енді сен араб құл болдың деп айта аласыз ба? Әлбетте айта алмайсыз. Сондықтан да бұл терминнің өзі қате термин, және де бір нәрсені айта кету керек осы жерде. Бұл деген, егер мұсылмандарға Аллам, Құдайым Алла, пайғамбарым Мұхаммед, дінім ислам деп жүрген аға, бауыр, апа қарындастарымызға қарата айтылып тұрған сөз болса, егер араб құл деген, онда біз айтайық, сіздер адамның ар намысына қол сұғып жатсыздар. Адамның ар намысына қол сұғу деген бұл үлкен айып, үлкен күнә, адамгершіліктің өте төмен деңгейі, мәдениетсіздіктің үлкен белгісі.
орыстар айтады ғой жаңағы на личность не переходите дейді да. Қанша жерден жек көрсең де, қанша жерден сен екеуің оппонент болсаңдар да бір біріңді сыйлап түсінісе білу керек. Бұндай сөз бір адамның сеніміне, бір адамның ұстанымына кәдімгідей тіліңмен, ісіңмен, ойыңмен сен соқтығатын болсаң, бұл деген кәдімгі үлкен қарастыруға тұрарлық дүние бұл. Бұны кәдімгі қарау керек. Бұл кімдер? Бұны кім айтып жатыр? Бұған тоқтау қоятын адамдар бар ма? Бұған тоқтау бола ма, болмай ма? Тоқтау болмаса бұның арты жағы қандай болады? Бұл ұлтымызға зияны жоқ па? Ұлтараздыққа, ұлттардың арасындағы араздыққа зиян жоқ па? Адамдардың көңілдерін ауыртып жатқан жоқ па? Адамдардың ішінде агрессияны тудырып жатқан жоқ па? Ертең бұның арты қандай кесапатқа, қандай қасіретке әкеліп соғуы мүмкін? Соны қазір не істеу керек? Анау басында, істің басында шыққан бетте не істеп отыру керек? Осының барлығын анализін жасап шешіп тастап отыру керек та. Бұл негізі өте білімсіздікпен шыққан сөз ғой. Бұл білімсіздік, бұл кәдімгідей білімсіздік. Негізі мына пайғамбар алейхиссалату вассалам алдын ала болашақта болатын нәрселерді айтып кетеді. Сол заманда осы қияметке жақын бір адамдар шығады деген хадисі бар да. Сол кезде сол хадистің жалғасында иттахаза наса русан жухалан фасуилу фафтау биғайри илм фадаллу ва адаллу дейді. Адамдардың арасында бір күні надан басшылар, надан ғалымдар шығады дейді. Надан адамдар шығады дейді. Олар дейді адамдарға мынау дұрыс, мынау бұрыс деп өтірік сөйлей береді дейді. Адамдар солардың артынан еріп кетеді дейді. Олар адасқан дейді өздері басшылар. Олардың арттарынан ергендер де адасып кетеді дейді. Өзі адасқан және де өзінің артынан қаншаманы адастырады дейді. Сондықтан да егер де тарихшы маман емессіз ба, егер әдебиетші маман емессіз ба, егер діннің маман емессіз ба, онда сіз бүкіл халыққа бұндай сөзді таратуыңыз өте үлкен өрескел қателік болады. Және де бұл нәрсені біз сияқты мамандар, тарихшы мамандар, әдебиетші мамандар бірден реакциясын беріп, өзінің орнына өтір нүктесін қойып тастап отыру керек. Әдемі жауап айттыңыз. Келесі сұрақ басқа тақырыпта болмақ. Енді қазір жастарым жайлы айтсақ, өте көреміз. Мен жастағы өзімнің құрдастарымды білем. Басқа салада болсын, бизнес болсын, мал шаруашылығы болсын, көбісі дінге жақын. Дінді ұстанады, Алласын таниды. Сіз жастарға қалай баға бересіз? Дінді қалай ұстанады және осы дінге деген қызығушылығы қалай? Қазіргі таңда. Жалпы бар ғой, дін ұстануды санмен емес, сапамен бағалаған жақсы көремін мен. Мұсылманшылық кімде бар, мұсылманшылық кімде жоқ, тілде бар да дінде жоқ дейді. Көшпелі дәулет кімде жоқ, бүгін бар да ертең жоқ дейді. Негізі мұсылманшылық деген бұл руханият қой. Бізде сан бар, бірақ рухани сапа жоқ болып тұр. Мен соған қынжылам. Жастардың оқып жатқаны, жастардың дінге келіп жатқаны өте жақсы. Бірақ сол жастарды рухани бағытта да күшейтіп отыруды ұмытпауымыз керекпіз. Өйткені біздің дініміз, жалпы дін бұл руханиятқа құрылады негізі. Рухани өте үлкен тетіктері бар діннің. Пайғамбар алейхиссалату вассаламнан сұрайды ғой, ахбирни анил ихсан деп. Маған ихсан жайында хабар берші деген кезде, ан та'будаллаха кааннака тараху, фа ин лам такун тараху фа иннаху ярак дейді. Ихсан дегеніміз ол дейді, сен Алланы көріп тұрғандай болуың дейді. Сен Алланы көріп тұрғандай бола алмасаң, онда сені әрдайым Алла көріп тұр деген халде жүре алуың дейді. Қай жерде болмасаң да. Осы нәрсені сезінген адам Құдайдан қорықпағаннан қорық дегендей, ал Құдайдан қорқатын адамнан қорықпа. Құдайдан қорқатын адам ешкімнің ала жібін аттамайды, ешкімге зиян тигізбейді. Ол өте түзу жүріп, түзу тұрып, түзу өмір сүреді. Бірақ сол өкінішке орай сан бар, бірақ сапаға қарай жұмыс жасау керек та. Ал енді
жастардың ілім алып жатқаны жақсы ғой. Мысалға, бір Аллаға сыйынып, кел балалар оқылғанды көңілге ықыласпен тоқылық деп Абай атамыз, Ыбырай Алтынсарин атамыз. Сол сияқты Абай атамыз да баламды мен медресеге біл деп бердім, шен алсын қызмет қылсын деп бермедім, баламды медресеге біл деп бердім дейді. Біл деген не? Алланы танысын, пайғамбарын танысын, мына дүниеге не үшін келді, не істеу керек, ертең бара жатқан жері қай жер, соны білсін. Кіммен қалай мәміле жасау керек білсін. Адамның ақысы, Алланың ақысы, жаратылыстың ақысы дегендей барлығының ақысын үйренсін, білсін деп бердім дейді. Жай ғана жаңағы кітаптарды оқып бітіріп кету үшін емес. Бәлкім діннің руханиятын сіңіре отырып, бойына сіңіре отырып, ана жақсы адам, кемел мұсылман деңгейіне көтеріліп бітіріп шықсын деген ниетпен бердім дейді баламды. Сондықтан да мына дін оқып жатқан, медресе оқып жатқан, осы біздің қара шаңырағымыз Нұр Мүбарак Египет Ислам университетінде оқып жатқан балаларға менің айтқым келетіні, Алла тағаламен байланысты күшейтсеңіздер. Өйткені ілім де сол Алладан. Алла тағала ілімді қалаған пендесіне береді. Сен оны көп оқумен, көп жазумен ала алмауы мүмкінсің, бірақ Алла тағала көкейіңді ашып жіберетін болса, әп-сәттің ішінде саған ілім қондырады. Аллада ғой, ілім Аллада. Сондықтан да сол мәселеге мән берсе деймін. Ал енді жастарымыздың иманды болып жатқаны әлбетте жақсы ғой. Кезіндегі ата-бабаларымыз қандай жастарға сенді? Біз қандай жастарға сеніп жүрміз деген сияқты сұрақтар болуы мүмкін да. Біздің ата-бабаларымыз арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, осындай жастарға қыран күшті қанатты, мен жастарға сенемін дейді. Алаш айбынды ұраны, қасиетті Құраны дейді. Қолдарында қасиетті Құраны бар, иманды жастарға сенген, сүттей таза жүректер, қасиетті тілектер дейді. Иман күшті оларда деп келеді бір жерде. Иман күшті оларда, мен жастарға сенемін дейді. Мен сенемін жастарға, алашатын аспанға шығарар олар бір таңда, мен жастарға сенемін дейді. Қандай жастарға сеніп отыр? Алаштың атын шығаратын, иманы кәміл, қолында Құраны бар, жүректері тап-таза, тілектері ап-ашық, иманды жастарға сеніп отырды. Енді сол бабаларымыз сондай жастарға сеніп отырса, біздерге қазір бұл сөздер аманат. Бізде жаспыз ғой қазір. Жастық шақ деген қандай өзі? Жастық шақ деген ислам бойынша 25 пен 40-тың арасы. Біздің қазір орда бұзатын сәтіміз. Кәдімгідей тепсе темір үзетін кезіміз. Ана Шәкәрім атамыздың да бір керемет өлеңі бар. Адамдық борышың дейді. Халқыңа еңбек қыл дейді. Міне, бірінші адамдықтың бірінші міндеті бұл халыққа еңбек жасайсың. Қалыптан шығып кетсең де дейді, халықтан шықпа дейді. Өйткені сені өсіретін де, сені өшіретін де сенің өзіңнің халқың. Өйткені сенде бірақ халық. Сенің қай елде, қай ұлтта, қай ұлыста туатыныңды жаңа аятта жоғарыда айтқандай Алла шешкен. Тағдыр дейді бұны. Мен қазақпын ба, қазаққа қызмет жасап кетуім керек деген не болу керек сенде? Абырой, осындай жүректе уайым болу керек. Борыш. Адамдық борышың, халқыңа еңбек қыл, ақ жолдан айныма енді дейді. Ақ жол не? Алланың жолы. Ақ жолдан айныма. Сиротул мустақим дейді бізде. Алланың жолынан басқасының барлығы қисық жол. Ақ жолдан айнымай, арыңды сақта енді дейді. Ожданыңды, арыңды сақта, ластама, жүрегіңді ластама, жаныңды кірлетпе дейді. Оны біл дейді. Талаптан да білім мен өнер үйрен дейді. Қара, талабул илм дейді ғой бізде. Фаридатун ала кулли муслимин. Бүкіл мұсылмандарға ілім талап ету парыз деді ғой. Талаптан да білім мен өнер үйрен дейді. Негізі мына дін адамдарын уағыз айтқанда, дін жеткізгенде өнер де өте маңызды. Творческий подход деп қойды орыстар. Ол да өте маңызды.
Құрғақ сөзбен қазір не істей алмайсың? Адамдардың жүрегін аша алмайсың. Талаптан да білім мен өнер үйрен, өнерсіз білімсіз болады ақыл тұл дейді. Мақтанға салынба бірақ дейді. Ғалым болып кетсең, мақтанға салынба. Мәнсаптың тағы үшін мәнсапқа қарай жүгірме дейді. Ғалымдығыңды мына креслоға мәнсапқа айырбастап алма дейді. Сен халықтың адамысың дейді. Сен халықтың алдында жүресің дейді. Сен халықты ойла дейді. Мынаны ойлама дейді. Мәнсаптың тағы үшін. Талаптан да білім мен өнер үйрен, білімсіз өнерсіз болады ақыл тұл, мақтанға салынба, мәнсаптың тағы үшін, нәпсіңе билетпе енді басыңның бағы үшін дейді. Бірақ енді осы жерде соңғысын қараңызшы, мынау деген сұмдық маған қатты әсер етеді осы жер. Қайтадан қайырылып қауымға келмейсің, барыңды, нәріңді осы тірлікте бергейсің дейді. Ғибрат аларлық, үлгі аларлық сөзің, ісің болса, шын бақыт сонық мәңгілік өлмейсің дейді. Бұны садақатин жария дейді ғой. Жария садақа дейді. Бір ғимарат салып кетсең, мектеп салып кетсең, медресе, университет, аурухана, құдық, жол, егіндік, егістік, осының барлығы ертең сен қабірде жатсаң да саған не істеп тұрады? Сауабын әкеп тұрады. Дейді. Пайдалы білім алсаң, пайдалы білімнен кітап жазып кетсең, немесе шәкірт тәрбиелеп кетсең, сол кітаптан түскен сауап шәкірттерің шәкірттерге жалғаса беретін болсаң, қабірде жатсаң да саған сауап артып тұрады дейді. Ауаладин салихин ядъу лаху. Және де салихалы перзент тәрбиелеп кетсең, сол салихалы перзенттің дұғасының барлығы ата-анасының қабіріне не істеп тұрады? Тоқтамай барып тұрады. Мен енді осы жерде, осы хадисті, осы Нұр Мүбарак университетінің құрылысымен, қазіргі болып жатқан құрылысымен байланыстыра салғым келіп тұрды. Қазір Нұр Мүбарак Египет Ислам университетінің қасында 9 этаждық, 9 қабаттық үлкен жаңа оқу ғимараты ашылайын деп жатыр. Салынып жатыр. Ел болып, жұрт болып бұған атсалысып жатыр. Осы жерде мен бауырларды шақырғым келетіні, осы 3 сауапты бір жерден тапқыларыңыз келсе, осы Нұр Мүбарак Египет Ислам университетінің жаңа ғимарат құрылысына атсалысуларыңызға шақырамын да. Неге десеңіз, өйткені бұл жерде ғимарат бар. Ол ғимарат қашанға дейін істеп тұрса, сенің қабіріңе сауап болып тұрады. Ол жерде оқылған құрандар, ол жерде оқылған кітаптар, ол жерде берілген сабақтардың барлығынан сауап алып тұрасың. Одан кейін ол жерде пайдалы білім беріліп жатыр. Пайдалы білімнен түскен сауаптың бәрі. Үшінші, ол жерде салихалы перзенттер тәрбиеленеді. Ертең ата-анасына дұға жасайтын иманды, иман жүзді адамдар тәрбиеленіп шығады. Соның біреуі менмін. Мен анама Алла разы болсын, әкеме Алла разы болсын. Сол кісілердің батасымен осы 7 жылдай оқып, қазір осылай көгеріп отырған жағдайымыз бар да. Ал оның екіншісі осы Нұр Мүбарак Египет Ислам университетінің ұлағатты ұстаздарының тәрбиесі, тәлімдері. Сол тәлімнің арқасында қазір біз не істеп отырмыз? Халыққа қызметімізді шама-шарқынша жасап отырмыз. Осындай бір шәкірт тәрбиеленіп шығатын болса, сіздің ақиретіңізге сол жеткілікті емес пе? Мысалға, адамның аты өлмейді, ғалымның хаты өлмейді дейді. Абдуғапар ұстаздың медресесінде де оқыдық. Абдуғапар ұстаз дүниеден өткеніне 5 жылға жақын уақыт болды. 2020 жыл дүниеден өтті. Абдуғапар ұстаздың бірақ ісі әлі де жалғасып жатыр. Уағыздар тарап жатыр, медреселер салынып жатыр, мектептері жүріп жатыр, шәкірттері сан санақсыз еңбектерін жасап жатыр. Соның бірі міне бізбіз. Аллаға шүкір. Бірақ сол кезде, сол Абдуғапар ұстаздың Абдуғапар ұстаз болуына атсалысқан сол кездегі азаматтар сауабын үйлерінде отырса да алып отыр қазір. Біздің де осылай оқып тоқуымызға атсалысқан азаматтар, олар да қазір өзінің сауабын не істеп отыр? Алып отыр. Бұны садақатин жария, тоқтамайтын сауап дейді. Тоқтамайтын садақа. Садақа, тоқтайтын садақалар бар. Мысалға, бір адам тұр, 500 теңге садақа беріп кеттің о кісіге. Сол 500 теңгені бердің, сенің мүлкіңнен шықты да, оның мүлкіне өтіп кетті, осы садақа сенің тоқтады сол жерде. 500 теңгемен бітті сол садақа. Бірақ мына садақа ол тоқтамайды.
қияметке дейін тоқтамайды. Сен қабіріңде жатсаң да сен қабіріңе барып тұрады ғой. Бір адамның намазға келуіне себепкер болдың делік мысалы. Сол намазға келген адам тағы да бір адамға себепкер болды делік. Ол адам тағы бір 20 адамға себепкер болды. Ол 20 ары қарай тағы да 3000, 4000 себепкерлер болып жатыр. Соның ең басында тұрған адамға не істейді? Бәрі келіп тұрады. Сауаптардың барлығы қабіріне барып тұрады. Сондықтан да мына аулауият дейді. Екі жақсы нәрсе келген кезде екі жақсы нәрсенің қайсысын аламыз? 500 теңге садақа бересің салғанда жақсы. Бірақ осы құрылысқа садақа бересің, ар жағында қандай бірінен бірі шығатын үлкен тоқтаусыз сауаптар бар да. Мұсылман адам сондай болады. Мұсылман адам екі жақсы нәрсе келсе, қайсы жақсырақ, соны таңдауды үйрену керек та. Ұстаз, өте керемет тың ақпараттар айттыңыз. Қаншама жол жүріп келдіңіз, Алла разы болсын. Құрметті бауырлар, ұстазымыз жаңа құрылысқа атсалысу жайлы айтты. Біз негізінде Нұр Мубарак университеті бір жыл сайын 500-600 түлек бітіріп, сол Қазақстанға дінді жаю үшін қызмет етуге аттанады. Дәл осы өздеріңіздің алдарыңызда отыр Мұхтар ұстазымыз қазір Астанада. Көріп отқандарыңыздай осы Нұр Мубарак университетінің түлегі. Егер сіздер де осы құрылысқа атсалысатын болсаңыздар, осы Қазақстандағы осы қазақ бауырларының діни көзін ашатын үлкен ұлағатты ұстаздарымыз елімізде дінді жаятын болады. Ұстаз, келгеніңізге көп рахмет. Алла разы болсын. Өте пайдалы ақпараттар айттыңыз. Алла тағала ілімде береке берсін. Құрметті бауырлар, келесі подкасттарымызда жолыққанша аман сау болыңыздар.